Сәлеметсіздер ме балалар? Хал жағдайларыңыз қалай? Бүгін бізде сабақта әліппе 1-ші сынып 8-ші сабақ. Тақырыбымыз дыбыс. Балалар, дыбыс ауладағы дыбыстар. Балалар, суретте нені көріп тұрмыз? Ауылдың суретін көріп тұрмыз, иә? Бұл суретте кімдерді көріп тұрмыз? Бұл суреттен атасы мен баласын және қызды көріп тұрмыз. Енді балалар, аулада нелер жүр? Аулада тауық, сиыр, қой жүр, иә? Тауық қандай сөз шығарады, балалар? Тауық кукарекук деген дыбыс береді. Ал сиыр ше? Сиыр мөңірейді. Ал қой болса, қой маңырайды. Ит не істейді, балалар? Ит үреді. Енді балалар, мына жерде тор көздің ішінде сендерге сөйлем құрастырып деп тор көздер берілген. Бірінші сөйлемде қыз бала не істеп жүр, балалар? Айжан далада не істеп жүр? Екінші тор көзге сөйлем құрастырамыз. Тауықтарды тамақтандырды деп, иә? Енді осы суретке қарай отырып, шағын сөйлем құрастырамыз. Ауылдағы қызықтар. Айдана мен Айзере жазғы демалыста ауылға келді. Ауылда ата әжесіне көмектесті. Айдана тауықтарға бидай шашып тамақтандырды. Ал Арман болса, атасының қызық әңгімелерін тыңдаудан қолы босамайды. Балалар, осы секілді өздеріңізде, сіздердің кітаптарыңызда берілген суреттерге қарап, сөйлем құрастырасыздар. Енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде қыз неден қорқып жатыр? Сөйлемді оқиық. Айзере тышқанды көріп, қатты қорықты. Деп айқайлап жіберді, қорыққаннан. Мына Айзере аяғын көтеріп, төбесінде көріп тұрсыздар, балалар. Деген дыбыс шығарып тұр, иә? Аяғының астында тышқан. Екінші суретке назар аударайық. Екінші суретте бала, яғни баланың атын біз Манас деп алдық. Манас не істеп отыр, балалар? Оның қасында доп тұр, машинасы және қолын аспанға көтеріп, ұшағымен не істеп отыр? Манас ойыншықтармен ойнап отыр. Ішіндегі ұшақты алып, деп дыбыстарын келтіріп, қызыға ойнады. Манастың ұшағының қасынан деген дыбысты білдіріп қойған, балалар. Осы секілді дыбыстардың барлығы біздің күнделікті өмірімізде көп кездеседі. Деген дыбыс болып саналады. Деп айқайласақ та, мысалы ит үрсе де, тауық жаңағыдай кукареку десе де, бұның барлығын біздер балалар дыбыс деп атаймыз. Сонымен қатар, көбіне ауылда сиыр мөңірейді, қой маңырайды. Ит не істейді, балалар? Ит үреді. Балалар, сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз дыбыс болды. Өздеріңізге ұнаған болса, сабаққа лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, балалар.